Сәлем Анара. Барлықтарыңызға сәлем. Кеше бір эфирде өзіңе деген бір шок алып қалған сияқтысың да негізі. Иә, негізі күтпеген жағдай болды. Неге Айдостан күтпедің негізі ондай нәрсені? Ешқандай до этого ешқандай қадам, вот туғанымге бұрын ешқандай да қадамдар жасамаған, сөйлесу болмаған. Бір рет даже мен грубо сөйлеген кездерде болды. Іштей деші. Іштей сезімін білдіріп жүрген болып тұр ғой, иә сонда? Скорее всего, иә. Бірақ та жанындағы адамдарға айтып жүрген ба сол нәрсені? Иә, Бексұлтан білді да. Бексұлтан білген, Галина білген. Бексұлтан білсе Галина білді ғой. Негізі сезген жоқпын, өте андай шоковое состояние болды, кеше эмоциям білдім. Мен өзім негізі эмоциональным ғой. Негізі жаңалықтар өте көп сияқты, бүгін ортадасыздар. Иә, бүгін 12:00-да МБК арнасы қосылсын. Ассалаумағалейкум, Шыңғысхан. Қалайсыңдар? Жақсы, шүкір өзің. Жақсы, аман есен. Эфирге дайындық. Үміткерің жоқ, Үміткер жоқ. Не себепті келмей жатыр саған үміткерлер? Қалай ойлайсың? Үш-төрт келіп шығар бұйыртса. Жақсы қыз келсе. Жақсы қыз деген сенің ойынша бір сипаттап берші, жақсы қыз қандай қыз ол? Иманы, кішкене иманы бар. Сұлу. Имандылық сенің ойында немен өлшенеді? Менің ойымда ма? Қыз баласы санасымен ғой. Санасымен енді андай сыйластығымен, киінгенімен әрқалай ғой. Получается, қысқа киген қыздар ұнамайды саған, Ұзын ұнамайды деген. Бірақ кезінде шұғыланы таңдадың ғой сонда? Шұғыла да жаман емес, жақсы қыз негізі. Әр қыз өз жақсылығымен білінеді, көзге түседі. Үміткерін күтесің. Шыңғысқа үміткер болып келіңіздер, достар. Сәлем, Диана, қалайсың? Шүкір, аман есен. Жақсы, аман есен. Арыстанмен таныстық қалай болып жатыр? Таныстық бізде жақсы болып жатыр. Бүгін ортадамыз. Қандай мәселелер бар, қандай не бар, таныстығымыз достықтан басталған таныстық қалай болып жатыр? Барлығын айтады. Негізі достықтан басталған махаббат ұзаққа созылады дейді негізі. Сол нәрсеге сенесің бе? Мен ол нәрсеге сенемін. Сенбейсің, керісінше, танымай барып махаббат басталған өте күшті екен, чем достықтан қана. Значит, бір себептер, әңгімелер бар, иә? Бар. Айтамыз. Сағат уже 11-ден асты. Тамақ кішкене қарып қалды. Тамақ кеуіп кетті ғой, бірақ көңіл күй өте керемет. Болды қазір. Бір кішкене тамақ кеуіп кеткен ғой да, көңіл күйім өте керемет. Бірақ жұмысты бітірдім. Шынымен ұйықтайын. Әлі жақсы жаңалықтармен бөлісетін боламын. Бүгін ерте тұрғам, өте ерте, таңғы 6 демей қойын, бір 7-ге таман тұрдым. Әлі жүрмін. Енді ұйықтайын деп жатырмын.